Ассаляму алейкум қыздар, қалайсыздар? Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 24-ші сабағы, соңғы сабақ. Иншалла осы бір тақырыпты аяқтаймыз да, сіздер уже тәжвидті бітірген болып есептелесіздер қыздар, иншалла. Сіздерді құттықтаймын. Алла тағала ғұмырларыңызды берекелі етсін, Құранға сай амал ететін құлдарының қатарынан етсін, Құран жаттауды нәсіп етсін. Қыздар, бүгінгі біздің тақырып бисмилля, біз бастаймыз. Уақыф деп аталады. Уақыф дегеніміз тоқтау, тоқтату, сөзді бөлу деген мағыналарды білдіреді. Яғни уақыфтың өзінің былай айтқанда белгілері бар. Егер қыздар Құранда қараңыздар, бұл тақырып ешқандай да қиын емес. Құранда мінекей мынадай мим әрпі келсе, мысалы аятты оқып келе жатсызда мим әрпі кездесіп қалса, тоқтайсыз, сосын ары қарай жалғастырып оқисыз. Сосын мынадай лям, алиф, міне ля деген сөз. Ля деген сөз жалпы араб тілінде жоқ деген мағынаны білдіреді. Мінекей тоқтамады, иә? Тоқтауға болмайды, яғни ля тақоф. Ля деген әріп кездессе, лям алиф әрпі кездессе, тоқтамайсыздар, жалғастырып оқып кетесіздер. Ал қалған мына әріптердің кез келгені кездессе, мыналардың кез келгені сіздер тоқтау керексіздер, иә? Енді тоқтамай өтіп кетсеңіздер, ондай бір қате болмайды, дегенмен де тоқтаған абзал, иә? Сосын мынау үш белгіні түсіндіріп кетейін. Мынау үш точка қатар келеді бұл аятта. Осындай үш точкалық екі белгі. Яғни бұл жерде мынада біреуінде тоқтасаңыз, екіншісінде тоқтамайсыз, екіншісінде тоқтасаңыз, мынау біріншісінде тоқтамайсыз деген мағынаны білдіреді. Жалпы қыздар, уақыф дегеніміз тоқтау. Уақыфқа мінекей мынау белгілердің қайсысы келсе, ол тоқтау белгілері. Тек қана мынау ля деген сөз келген кезде тоқтамайсыздар, қалған жерлерде тоқтайсыздар, иә? Енді сіздерге мен Құраннан мысал келтірейін. Қараңыздар. Құранда мынадай үш белгі келсе, мысалы, қараңыздар, Бақара сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Бақара сүресінде мысалы оқимыз, иә, оқып келе жатып, міне жаңадай үш точка тұрыпты. Екі жерде, иә. Демек, сіз оқисыз, мына жерге келген кезде тоқтайсыз, тоқтағаннан кейін барып жалғастырып оқып кетесіз ғой. Демек, мынау екінші точкасында тоқтамайсыз. Ал егер оқып келе жатып, мынаған тоқтамай, екіншісінде тоқтасаңыз да болады. Я? Мысалы, Бисмиллахир рахманир рахим. Заликал китабу ла райба фих. Мынада тоқтаған жоқпын. Худан лил муттақин. То есть бір жерде ғана тоқтап жалғастырып кетем. Немесе заликал китабу ла райб фихи худан лил муттақин. Екеуінің біреуінде ғана тоқтаймын, иә? Екеуінде бірдей тоқтауға болмайды. Түсінікті, иә? Сосын тоқтау белгісі, міне, қараңыздар. Сот, лям әрпі келіп тұр, мінекей. Мынадай әріп келсе де, бұл тоқтау белгісі, яғни уақыф. Бұлардың барлығына уақыф деп аталады. Мінекей қазір Құранның кез келген бетін ашайық. Мінекей джим әрпі тұрыпты, бұл да тоқтау белгісі. Міне мим әріп. Так, жоқ, мына жерде мынау мим әрпі, ол идғам. Так, тағы Құраннан мысалдар келтірейін. Мінекей, міне тоқтау белгілері уақыфтар тұрыпты, иә? Міне уақыф. Көрдіңіздер ма? Ешқандай да қиын емес, мінекей уақыф. Яғни тоқтау белгілері. Көрдіңіздер, иә? Қыздар, жалпы кез келген тақырыпқа болсын, кез келген ережеге болсын, Құранда подсказка болады. Анықтап қарасаңыздар, анықтап сабақтарда тыңдап шықсаңыздар. Сондықтан Құран оқу ешқандай да қиын емес. Барлығы да оңай. Біріншінде қиналарсыз, екіншінде қиналарсыз, үшіншінде уже иншалла үйреніп кетесіздер, қыздар. Барлықтарыңызға, қыздар, Алла разы болсын, сәттілік. Иншалла, егер жақсы меңгердім дейтін болсаңыздар, бастап Құран оқи берсеңіздер болады. Егер жоқ, тағы да бір қайталап шығып, сосын барып Құранға өтем десеңіздер де, өз еріктеріңіз, қыздар.